Маған арналмаған гүл. Студент қызға ғашық болған Мүсілім Фариданы өмірлік жар етті. Үйінің жалғыз ұлы, әрі кенжесі өте өзімшіл болып өскен. Фаридамен оқтау құрған соң мүлдем өзгеріп, келіншегіне көңіл бөлмек түгілі үйге қонудан қалды. Бірде Фарида күйеуінің гүл сататын дүкеннен бір пұшақ гүл алып жатқанын көріп, өзіне арналған деп ойлайды. Бірақ бәрі де бекер екен. Сол күні күйеуіне ерекше сәнденіп, түннің бір уағына дейін күткен келіншектің үміті ақталмады. Яғни күйеуінің аяғы басқан жаққа тартқан. Енді екі ортада баласы мазасызданып ауруханаға түседі. Өзінің ата-анасы мен қайынәпкелері ғана жағдайын сұрап келгені болмаса, Мүсілім баласы мен әйелін керек етпейді. Бір бөлмеде немересін алып жатқан әжеге іштегі бар мұның, күйеуінің салқын жүрісін айтып сыр шерткен Фарида, сол апаның күйеуінің болмай қалған енесі екенін білмейтін еді. Болмай қалған себебі Мүсілім